Баршаңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен өте керемет, дәмді және өте пайдалы салат, винегрет салатының рецептімен бөліскім келіп отыр. Бізге қажетті заттар мінекей барлығын осылайынан мен арнайы теркадан турайтын болғандықтан осылайынан бөліп турап алдым. Және де сәбіз, картошка, қызылшамызды барлығын суда пісіріп аламыз. Піскен сәбізімізді осындай терканың көмегімен тураймыз. Болмаса кәдімгі пышақпен қатты үлкен, қатты кішкентай емес 4 бұрышты етіп турап аламыз. Мінекей мен барлығын жақсылап турап алдым. Енді осыны бөлек ыдысқа салып аламыз. Және де бөлек ыдысқа қызылшаны бөлек өткіземіз. Себебі жаңағы қызыл түс болып кетпейтіндей салат. Осылайынан біздің қызылшамызды өткізіп аламыз. Және де осы дайын турап алған біздің қызылшамызды бөлек ыдысқа салып, оның үстіне сұйық май құйып араластырып аламыз. Сонда біздің жаңағы салатымыз қатты қып-қызыл болып кетпейді, өте ерекше бір түс беріп, әдемі болып шығады. Бір салаттың ерекшелігі де осыда. Және осы салатымызға керемет дәм беретін заправканы да жасайтын боламыз. Барлық қажетті заттарды мен описаниеда жазып кететін боламын. Осы заправкамен біздің салатымыз өте дәмді болады. Мінекей мен квашеный капуста салдым. Осы квашеный капустаның орнына жаңағы соленый огурцы салсаңыздар да болады. Барлығын салып, жаңағы соңында біздің қызылшамызды салып, барлығын жаңағы біздің заправкамызды құйып соңында барлығын жақсылап қолмен араластырсаңыздар да болады. Салат өте керемет дәмді болып шығады. Бізге кішкене капуста ұнағандықтан капустасын кішкене молырақ қып салдым. Қиярдың орнына дәмді болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мінекей мен салатым дайын, витаминге толы, өте пайдалы, жаңағы өте дәмді салат десек те болады. Барлықтарыңызға рецепт ұнап жатса, бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанна. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.